Қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін керемет көтерілетін кекстің рецептімен бөлісемін. Кекс жасау үшін 3 жұмыртқа, 100 грамм сары май, 100 грамм айран, 100 грамм шекер, 200 грамм ұн, 5 мг разрыхлитель, 5 мг ванилин және джем керек арасына салу үшін. Енді осылардың бәрін жақсылап араластырамыз. Бірінші майымыз бен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Бір қалыпты қоспаға айналғанша жоғарғы жылдамдықта айналдырамыз. Одан соң шекерімізді қосамыз. Шекерімізді ерігенше жақсылап айналдырамыз. Бір қалыпты болғанша жоғарғы жылдамдықта миксермен айналдырып. Одан соң айранымызды қосамыз. Оны да жақсылап айналдырамыз. 4 қоспа бір-бірімен жақсы араласқаннан кейін разрыхлитель саламыз, ванилин саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыз саламыз. Тесто қою болмау керек қатты. Не сұйық болып кетпеу керек, орташа болу керек. Жақсылап миксермен айналдырып аламыз. Егер де миксер болмаса, қолмен жай қасықпен де араластыруға болады. Жақсылап араластырып, сұйық болса шамалы ұн қосып тағы араластырамыз. Әбден жақсы араласып болғаннан кейін міне енді дайын болды. Енді арнайы қалыптарға салып ортасына жемді саламыз. Қайтадан бетіне бір слой тестамызды құямыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 20 минутқа салып аламыз. Міне кекстерім пісіп шықты, қып-қызыл болып әдемі болды. Егер де менің кексімнің рецепт сіздерге ұнап жатса, каналыма жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар.